Саламатсыңдар ма? Бүгін 159-шы сабақты өтеміз. Симметриялы фигуралар. Тапсырмамызға көшпес бұрын, мұндағы ережемен танысып алайық. Қағаз парақты екіге бүктеп, бір бетіне пішіннің жартысын бейнелейміз, және оны қиып аламыз. Бетті жазған кезде бейнеленген пішін симметриялы болады. Яғни бүктеу сызығына қатысты оның екі жартысы да бірдей болады. Фигуралар түзуге қатысты симметриялы бола алады. Бұл түзу сызық симметрия өсі деп аталады. Фигуралардың бірнеше симметрия өсі болуы мүмкін. Мысалы, мына біріншісінде бізде мына екі фигура симметриялы деп аталады. Себебі екі жағыда мына өске байланысты фигураның екі жағы бірдей болады. Міне мынау үзік қара сызықтар бізде симметрия өсі деп аталады. Енді тапсырмамызға көшейік. Уақыт мәшинесі Герберт Уэллстонның 1895 жылы жарыққа шыққан романы. Жазушы уақыт мәшинесін пайдаланып, болашаққа саяхат жасау идеясын алғаш ұсынған болатын. Енді мұнда цифрлар берілген. Осы қандай цифрлар мен әріптердің мына әріптер және цифрлар симметрия өсі бар дейді. Бұл роман жарыққа шыққалы қанша жыл өтті? Мұнда әріптерге бірінші қарайық. Енді ойша симметрия өсін жүргіземіз. Қайсысын симметрия өсін сызғанда бізде әріптер теңдей екіге бөлінеді. Мысалға уды түзуінен сызсаң да, былайынан жаннан горизонтал ғып сызсақ та бізде симметриялы фигура шықпайды. Мына А әріпін былайынан сызғанда екі жағы бірдей болады, сонда бұл бізде симметриялы әріп болады. Қ бұл бізде болмайды. Әріпі де болмайды. Т әріпін былайынан симметрия өсін сызған кезде екі жағы бірдей болады. Яғни бұл уже симметриялы әріп болады. Енді дәптерімізге қараймыз дағына. Симметриялы өсі бар әріптер мен симметрия өсі бар цифрларды жазып шығамыз. Бұл міне мына кітапта берілген. Бір деген санымыз былайынан ортасынан бөлгенде екі жағы бірдей болып тұрады. 8-ді де былайынан сызсақ екі жағы бірдей, яғни симметриялы. 9 болмайды, 5 де болмайды, 0 болады. Былайынан ортасынан сызсақ екі жағы бірдей симметриялы болады. Сонда есебіміздің жауабы мінекей. Екінші тапсырма. Бірнеше симметрия өсі бар фигураларды ата. Яғни мынадай симметрия өстерін сызып шығамыз. Теңдей екіге бөлінетіндей етіп. Бірінші фигурамыз тік төртбұрыш. Мінекей. Симметрия өсін біз дәл ортасынан және былайынан сызаламыз. Келесі үшбұрыш. Түзуінен мына бір бұрышынан және екінші бұрышынан екі жақта қабаттастырған кезде бізде симметриялы болады. Үшінші шаршы немесе төрт бұрыш. Бұдан 1, 2, 3 және 4 осьті сызалады екенбіз. Енді төртіншісі шеңбер. Оны сендер тек қолдың көмегімен жазсаңдар болады. Менде сәл қисық кетті. Енді қараймыз. Бұл жерден біз шексіз көп өсті сызаламыз. Қай жерінен бөліп сызсақ та бізде бірдей бөліктер шығады. Яғни өсті кез келген жерінен бастап сыза берсек болады. Бесінші бізде жұлдыз тәрізді фигура. Оның да өстерін осылай бөліп сызаламыз. Келесі тапсырмаға көшейік. Суреттердің бірін таңда, оны дәптеріңе аяқтап сал. Кітаптағы үшінші берілген сурет, енді осыған жартысын, яғни симметриялы бөлігін саламыз. Мұнда екі торкөз болса, мына жақтан да екі торкөз алып сызамыз. Енді былай қарай 1 сантиметр төмен түскенде мына жерде қосылған. Демек, мына жерден алып барып былай сызамыз. Келесі екі қатар төмен түсіп, мына жақтан екі қатар. Былай және былай. Мінекей, біздің
Суретіміз шықты. Екінші, жапырақ пішінді. Дәл алдыңғы сурет сияқты мынаны екінші жағын салсақ болады. Тапсырмамыз аяқталды. Төртінші тапсырма: дәптеріңе бұрыштарсыз оларға атау бер және доғал бұрыштарды жаз дейді. Транспортердің көмегімен мұнда берілген бұрыштарды сызамыз. Енді біз оларға атау беріп шығайық. 65 градус. Ол бізде 90 градустан кіші. Демек, сүйір бұрыш болады. 125 градус. 90 градустан үлкен. Бұл доғал бұрыш болады. 145 доғал бұрыш. 105 доғал бұрыш. 15 сүйір бұрыш. 115 доғал бұрыш. 10 сүйір бұрыш. 135 доғал бұрыш болады. Бесінші А тапсырмасы: есептерді теңдеу құрып шығар. Болат бір сан ойлады. Осы санды 6 есе арттырып, шыққан нәтижеден 3598-ді азайтқанда 4154 шықты. Болат қандай сан ойлады? Есептің шартын қолданып, енді теңдеу құрайық. Ойлаған санды x деп аламыз, яғни белгісіз сан. Осы санды 6 есе арттырып болса, 6 көбейтілген деп жазамыз. Енді шыққан нәтижеден 3598-ді азайтқанда дейді. 6 көбейтілген x азайтылған 3598 дейміз. Тең нәтижесі 4154 делінген, яғни теңдіктің екінші жағына жазамыз. Ары қарай теңдеуді шешеміз. 6 көбейтілген x тең 4154 қосылған 3598. 6 көбейтілген x тең екеуінің қосындысы 7752-ге тең. X-ті табу үшін оны 6-ға бөлеміз, сонда 1292 болады. Тапқан x-тің мәнін мұнда алып барып қоямыз. Сонда теңдеуіміз дұрыс шықты. Келесі А тапсырмасы: Нұрлан ойлаған санын x деп аламыз. Ойлаған санына 69259-ды қосты дейді. Және шыққан нәтижені 2-ге бөлгенде бізде 1212442 мен 35120-ның қосындысына тең сандар шықты. Енді Нұрланның ойлаған саны қандай? Теңдеуді шығарайық. Екеуін қосындысын тауып аламыз. Бірінші міне, кейін x қосылған 69259 тең мына санға көбейтеміз 2-ні. Яғни бөлінген 2 дегеніміз мына жаққа көбейту 2 болып алмасады. Екеуінің көбейтіндісі мына санды береді. Енді x-ті табу үшін 95124-тен азайтамыз 69259-ды. Сонда x-тің мәні 25865. Теңдеуіміздің дұрыстығын тексеру үшін x-ті мұнда алып барып қоямыз, сонда теңдігіміз дұрыс орындалды. 5-тің Ә тапсырмасында сыныптастарыңа арнап, осыған ұқсас есеп құрастыр делінген. Жоғарыдағы есептерге ұқсас етіп, кез келген есеп құрастырайық. Мен сендерге бір жолын көрсетейін. Әлихан бір сан ойлады. Осы санды 5-ке арттырып, шыққан нәтижеден 437-ні азайтқанда 633 шықты. Әлихан қандай сан ойлады? Теңдеуді шығару үшін құрылған теңдеуді шығарайық. 633-ке қосамыз 437-ні. Сонда 1070 болады. X-ті табу үшін 1070-ті 5-ке бөлеміз, сонда 214. Табылған түбірді x-тің орнын алып барып қоямыз, сонда теңдігіміз дұрыс орындалғанын байқаймыз. Есебіміз шықты. 6-шы тапсырма: есептердің шешуін өрнек түрінде жаз. Бір ауылдан бір бағытта 2 велосипедші бір уақытта жолға шықты. Біріншісінің жылдамдығы v1 15 км бөлінген сағат. Ал екіншісі
V2 12 км бөлінген сағат. Жылдамдықпен жүрді. 4 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қанша болды? Яғни S-ті табамыз. Сонда жылдамдықтары бір бағытта болса, біз жылдамдықтарын азайтамыз. Яғни 15-тен 12-ні азайтамыз. Сонда 3 км бөлінген сағат. Ара қашықтықты табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. Яғни 3-ке көбейтеміз мына 4 сағатты. Сонда жауап 12 км болады. Енді тапсырмасына келейік. Автобус А пунктінен В пунктіне қарай жүрді. Олар 2 сағаттан кейін олардың артынан автокөлік жолға шықты. Автобустың жылдамдығы міне 40 км бөлінген сағат болса, автокөліктің жылдамдығы 80 км бөлінген сағат. Енді автокөлік автобусты А пунктінен қандай қашықтықта қуып жетеді? S-ті табамыз, е? Алдыңғы есепке ұқсас, жылдамдықтары бір бағытта болса, жылдамдықтарын азайтамыз. 80-нен азайтамыз 40-ты, сонда 40 км бөлінген сағат. Ара қашықтықты табу үшін алдымен 80-ді 40-қа бөлеміз, сосын оны көбейтеміз 80-ге. Сонда 160 шығады. Есептің жауабы 160 км қашықтықта қуып жетеді. 7-ші тапсырма бұрыштардың өлшемі неге тең және берілген бұрыштардан 16 градус үлкен бұрыштарсыз. Және оларға атау бер. Бірінші бұрышымыз АБС бұрышы 30 градусқа тең. Ал екінші бұрышымыз ПОН бұрышы 130 градусқа тең. Енді берілген бұрыштардан 16 градусқа үлкен бұрышсыз. 30. Бізде берілген бұрыш 30-ға 16-ны қосам, сонда 46. АБС бұрышы 46 деп бұрыш сызамыз. Келесі бұрышымыз бастапқыда 130 градус, одан 16 градусқа үлкен болса, біз 146 бұрышқа тең ПОН бұрышын сызамыз. Сәйкесінше 46 дегеніміз бұл бізде сүйір бұрыш болады, ал 146 бізде доғал бұрыш. Есеп шықты. 8-ші тапсырма. Жюль Верннің фантастикалық әңгімесіндегі кейіпкердің пікірімен келісесің бе? Юпитердің тәуліктік айналымы тек 9 сағат 55 минутқа созылады. Ал күн кез келген ендікте үнемі түнмен тең, яғни 4 сағат 57 минутқа созылады. Есептеуге ыңғайлы болу үшін біз берілген уақыт өлшемдерін минутқа айналдырып алайық. 9 сағат 55 минутты минутқа айналдырсақ 595 болады. 4 сағат 57 минутымыз 297 минут болады. Енді есептің шартында бізде мына берілген өлшемнің жанында күндіз бен түн делінген. Яғни 297-ні 2-ге көбейтеміз, сонда 594 минут болады. Бұл күндізгі және түнгі уақыттардың өлшемі. Енді 595 минуттан азайтамыз, 594 минутты, сонда 1 минут қалады. 1 минутымыз 60 секундқа тең. Сонда 60-ты 2-ге бөлеміз, 30 секунд болады. 30 секунд дегеніміз бізде мына екеуінен азайтқанда қалған уақытымыздың жартысы. 4 сағат 57 минут дегеніміз бірінші күндізгі уақыт болса, 4 сағат 57 минут бұл бізде түнгі уақыт деп аламыз. Және бізде 1 минут уақыт артық қалды. Оны екеуіне бөлдік 30-30 секундтан. Сонда есептің шартына сәйкес біз кейіпкердің пікірмен келісе аламыз. Тек бізде артылған уақыт қалды 1 минут қана. Есебіміз шықты. Келесі 9-шы тапсырма. Транспортердің көмегінсіз суреттегі әріптермен белгіленген бұрыштардың өлшемін анықта. Алдыңғы сабақта өтіп кеткен болатынбыз, бізде ереже бар. 3 бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы
180 градусқа тең. Мына берілген есепті шығару үшін біз сонда 180-нен азайтамыз мына қалған екі бұрыштың қосындысын. Сонда бізде С бұрышы, А бұрышы және Б бұрышын таба аламыз. Ережені қолданып есепті шығарамыз. Сонда С бұрышы 110 градусқа, А бұрышы 100 градусқа, Б 130-ға тең. Есебіміз шықты. 10-шы тапсырма. Арман мен Бауыржан екеуінде 11 жаңғақ. Арман мен Болат екеуінде 12 жаңғақ. Бауыржан мен Болатта 13 жаңғақ бар. Арман, Бауыржан және Болатта бірге алғанда барлығы қанша жаңғақ бар? Берілген мәліметтерді жазып аламыз шартын. Енді есепті шығарамыз. Барлық жиналған жаңғақтарды қосамыз. Бірақ оны екіге бөлеміз. Себебі мұнда әр адамның атауы екі рет кездескен. Міне, Арман, Арман. Екі рет кездескен. Бауыржан және Бауыржан. Болат, Болат. Дәл сол сияқты. Сол себепті мына үш мәнді қосамыздағыны оны екіге бөлеміз. Сонда 18 болады. Есептің жауабы Арман, Бауыржан және Болатта 18 жаңғақ бар. 11-ші тапсырмада 109-шы бетте көрсетілгенде қағаздан симметриялы пішін қиып алып, аппликация жасау қажет. Мен мұнда бір ою қидым. Оны қырқып алып, қағазымызды жазып көрейік. Қағазымызды қиып алдық. Енді менде мынадай ою шықты. Енді дәл осы 11-ші тапсырмада кез келген симметриялы пішінді қиып алып, аппликация жасасаңдар болады. Сау болыңдар.